Қазіргі заманға жуғыш заттардың алуан түрлігіне қарамастан, көптеген үй шаруасындағы әйелдер кір сабын сатып алады. Бұл дүкенде кездесуге болатын ақ хош иісті шыбық туралы емес. Біз көбінесе ескі деп аталатын қара сабын туралы сөйлесетін боламыз. Бүгінгі күні бұл бұрыннан келе жатқан ГОСТ стандартқа сәйкес келетін бірден бір сабын болып табылады. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілеп, жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен сыртқа шығатын сіз білдіңіз бе? Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі екен. Оған қоса, таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Олайда болса, бұдан да басқа кеңестерді одан әрі жалғастырайық. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалатынын ұмытпаңыз. Сулы бет орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланғанда пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі күштен өткізіп, табаға ені 1 сантиметр етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп, сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз, жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген, жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынудан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз, жеткілікті болып жатыр. Күйіп қалған жараға суға немесе отқа күйген кезде сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып, ауырғанын басады. Сонымен қатар, қайызғаққа қарсы күресте сабынның пайдасы даусыз екен. Аптасына 2 рет жуып отырсаңыз, өте жеткілікті болады. Грибок ауруына да қарсы кір сабынды пайдалануға болады. Жараның орнын кір сабынмен жуып, кепкен соң йод жағып қойыңыз. Немесе 3 апта бойы таңертең, кешке кір сабынмен жуыныңыз. Ер адамдар қарынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көпіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайып жіберсеңіз жеткілікті. Кір жуу ұнтағы болмаса, кір сабын ыдыс жууға арналған сұйықтықты 1 литр қайнап тұрған суға 1 ас қасық кір сабын мөлшерімен қосып, алтын күміс бұйымдарды салып, 15 минут қайнатса, алтын күмісіміз жарқырай түседі. Міне осы әдіспенде өзіміздің үйіміздегі бұйымдарды тазалап алуға болады. Ғажайып табиғаттың сырын білген халқымыз жұқпалы дертке ем болатын және адам қажетіне жараған сабынды ерте кезден ақ қолдан әзірлеген. Ертеде қазақ халқы кір сабынды алабота шөбінен жасаған және оны күнделікті өмірде қолданған екен. Алабота латын тілінен аударғанда 1 жылдық шөптекті өсімдік. Биіктігі 20-80 см болатын кезек жапырақты шөлге шыдамды өсімдік болып табылады. Олай болса, осы қара сабынды жасардағы
қандай ырымдарға біздің ата бабамыз сүйенген? Осы туралы да мәліметтерді айтып өтейік. Қайнап жатқан сабынды ешкімге көрсетпеген, дайын сабынды қатқанша ешкімге бермеген, бұзаушық сабын жасап жас аналарға берген, және сопақша сабынды қызмет көрсеткен қыз келіншектерге сыйға беріп отырған екен. Қара сабынның, яғни кір сабынның сол уақыттағы керемет қасиеті, кір қоңды кетіру деңгейі жоғары. Бұрын қазақ майлы тағамдарды, етті көп жегендіктен киімдері соған сай майласып кететін. Оны тап-таза етіп қара сабынмен ғана жуған. Қазіргі кір кетіргіш тазартқыштар сияқты қолды бөрттіріп қышытпаған, өте табиғи, пайдалы өнім болған. Олай болса, осы ақпараттарға сүйене отырып, денсаулық адамға берілген ең қымбатысы екенін ұмытпаңыз. Сондықтан да аурудың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесін өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Бүгінгі видеоролик сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.